Әлі келмеген бе? Оған не болған? Кешігіп жатыр. Міне келді. Келді ғой ақыры. Барлығыңа хабарлаймын. Ханша келді. Қайталаймын. Ханша келді. Ричард ағай, кеттік. Плодиді күтпейміз бе? Не? Плоди әлі келмеген бе? Қайшыны сола келу керек қой. Әй! Алаң болма басеке, Плоди кешікпес. Уайымдама. Алло, сен қайдасың? Плоди! Қайталаймын, жауап бер, Плоди, бұл бұйрық. Келе жатырмын, басеке. Жуынып тап-таза болып келе жатырмын. Қайшыны ұмытқан жоқсың бе? Ой. Не? Ұмытып кеттің бе? Жоқ, мен қазір. Плоди, не болды? Тез дед. Осылай боларын сезгеннен ешкімге сенім жоқ. Мені ұятқа қалдырма, Плоди. Құрметті ханша, көші-қон саясаты мен борандар кезінде құтқару жұмыстары, шыбын-шіркейді жою жұмыстарын аяқтадық. Норвегияның әсем табиғатына қызығатын туристерді қабылдауға дайынбыз. Жоқ. Бол тез. Тездет. Қазір емес. Құрметті халайық, қонақтар, констебл. Мен еліммен, мына сіздердің жұмыстарыңызбен мақтанамын. Жоқ, кешіріңіз, бұл кешегі сөзім ғой. Бұлай тұр. Плоди, қайдасың? Қазір келе жатырмын. Қайда келе жатырсың? Жолымды жүк машинасы бөгеп келеді. Үстінен өт, Плоди. Бұл қауіпті емес бе? Жарық пен сиренаны қос онда. Мына аурухана... Жоқ, бұл ертеңгі сөзім ғой. Алға! Мінекен, солтүстік Норвегияның табиғатын сүйетіндер үшін салынған бұл саябақ бәріміздің игілігімізге жарасын. Кешіріңіздер, бірдеңені қию керек едім ғой осы кезде. Әрине мәртебелі ханша. Бәлкім, жартып көрерміз. Әлде тістеп көрсекші? Мен тістеуім керек бе? Мұда лентаны. Келдім! Келетін уақытың болды ғой, Плоди. Ал енді, Эйгл саябағын салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Мәртебелі ханша, саябақтағы жануарларды көрсетуге рұқсат етіңіз. Мынаны қараңдар. Керемет. Мәртебелім,
Мына жерде нағыз арктикалық жабайы түлкі бар екен. Міне қызық. Бұл жабайы түлкінің нақ өзі. Ал мына құс тірі ме? Керемет, солай ғой. Жоқ, жаман екен. Мәртебелім, бұйрық берсеңіз түлкіні қамаймын. Қазір саябақтағы әйгілі ақ серкені көрсетем. Қандай тамаша. Мына жақта не бар екен? Ал мынау, тау қыраны. Біздің саябақтың символы осы. Өте әдемі екен. Сіз де әдемісіз. Олай деуге рұқсат етіңіз. Жоғарыдағы ұяда мәртебелім. Теңіз қыраны бар. Саябағымыздың мақтанышы осы. Балапан басып отыр. Оған ерекше қарағандарыңыз жөн. Мен де анамын ғой, оны түсем. Әрине. Анау қыранды жоғалтсаңыз, саябақ жабылып қалады. Не? Қыран болмаса, саябақтың да керегі жоқ. Ричард ағай, Иә, констабль мырза. анау қыранға ие бол. Қыран жоғалса саябақ жабылады. Бұл бұйрық. Түсіндім. Плодди, қыранды қара. Ол қайда кетті? Саябақ болмаса қыранда болмайды. Саябақ болмайды дегенім ғой, жоқ, олай емес. Не деді? Абайла! Ай! Қыран болмаса, саябақта болмайды. Ол құсты мен алуым керек. Қыран болмаса, ақша да болмайды. Аңдардың бәрі кәдеге жарау үшін керек. Апа, осы жолы демалысымыз жақсы өтеді деп сөз берген ең. Айналамызда қымбат аң мен құс тұрғанда қайдағы демалыс. Оларды ұстап қамап тезірек сатып жіберу керек. Бірақ Бай адамдар үйлерінде норвегиялық құстарды ұстағысы келеді. Алмаған олардың ақшасы керек. Жоқ, Норвегияның жалауын көрсетпе. Біз енді неміспіз бейттен. неміспіз бе? Неге? Сонда бізді ешкім тауып ала алмайды. Мына қалада немістің көліктер толып жүр. Бірақ мен немісше білмеймін. Ауфхунтер деп бірден айта бер. Бұдан былай немісше сөйле. Ich meine Deutsch sprechen. Түсіндің бе? Жарайды, апа. Жаул де бейттен. Жаул. Отто! Бері келе қой, ішке кірейік. Төбесі тесік екен. Міне. Ай! Ол үшін қарағай керек. 2-де 4. Шыршадан әкел. Қарағай жарамайтын сияқ. Мына таяқты көрші шебер. Ой. Тоқта. Атадам! Ай! Тоқта! Тоқта! Бұна ойын жақсы екен. Қызық болды. Отто? Жоқ, тастама. Жоқ, балақай. Тоқта. Қане, көтер, қоқысты арнайы жәшікке таста. Плодди не деген қатал ең? Қатал болғанымен әділмін. Саябақтың тазалығына біз жауаптымыз ғой. Ұсталдың. Қане лақтыр! Ричард ағай, бірдеңе сұрайыншы. Сен әке болу туралы ойлап көрдің бе? Мен бе? Балаларым болса дейсің бе? Иә, балаларды жақсы көресің ғой. Плодди, балаларым болу үшін алдымен үйленуім керек қой. Неге? Солай ғой. Неге? Ол енді... Оның себебі көп, Плодди.
Эй, асықпа! Саябақтағы жануарларды басып кетпе, тиін шыға келсе алдыңнан. Ал үйлендік делік, содан соң? Рөліңді дұрсап қой. Үйленген соң балалы болуға болады. Үйлену біреуге әке болу жоқ. Плодди, полициядағы жұмысын толып жатыр. Жұрттың тыныш ұйықтауы менің міндетім. Қылмысты зерттеу, ұрыларды ұстау. Сен барсың дегендей. Иә, мен бармын. Сен екеуміз, Плодди, нағыз доспыз. Мұнда ойнау үшін келдің бе? Ойын. Білмеймін, о не дегеніңіз. Ойын. Битті. Ойын дейді. Табиғатқа қызығатын шығарсыз. Қызық. Ондай болса, қош келдіңіз. Тек қоқыс тастамаңыз. Байқадың ба, Плодди? Бұл сұлу бикештер біздің табиғатымызға қызығады екен. Бірақ саябақтың ережелерін біліп алу ешкімге де артық етпес. Менің қызым полиция қызметкерлерін ұнатады. Битін. Ой, абайлаңыз. Братфорст. Шұжық дей ме? Кетчуп бар ма? Мінеки. Ричард аға, Ухунд битін. Екеуміз сізден бірдеңе сұрасақ бола ма? Менен бе? Иә, әрине, сұрай беріңіз. Полиция қызметкері ретінде сізге қызмет көрсетуге дайынмын. Әй, Ричард ағай. Сіз мақтысыз ғой, битін нәзік. Ричард ағай. Бізге көмек керек. Жеміс көкөн салып берсеңіз. Балық, орам жапырақ. Мен кеттім. Жалғыз жүрем. Доти, сәлем. Мұнда не істеп жүрсің? Тоқта. Қоңыр жігітті іздеп жүрмін. Ол кім? Маған ұқсайды. Отто ма? Отто ма? Жігітің бе? Иә. Оның аты Отто ма? Ол адасып қалды ма? Иә, жоқ болып кетті. Иә, соны айтып тұрмын. Саған көмек керек пе? Не үшін? Оттоны бір кездейік. Кетіп қалған өзіне жақсы болды. Әйтпесе құлағын жұлып алар едім. Жалқау ерінше. Жарайды, бір кездеп көрейік. Мен бұлай барам, сен бұлай жүр. Жарайды, жақсы. Жарайды, сен бұлай бар, мен бұлай барам. Жақсы. Онда бірге кеттік. Тамаша. Келдің бе, достым? Абайлаңыз, ал, көрейік. 10 килограмм жаңғақ. Иә, рахмет, 100 әзірге жұмыртқа. жетер. 14 орам жапырақ. Бізге ағуыз керек. Иә, Норвегияның табиғаты тәбетімізді ашты. Тышқанның еті табылмады Осының ма? бәрі керек пе? Тауықтың еті Тышқанның дегенім еті ме? ғой. Иә. Тауықтың еті ме? Иә, келдім. Бетен. Сәлеметсіз бе? Ауыр емес бе? Ой, Ал енді қоқысты шығарып келіңіз. анаңыз пысық әйел екен. Иә, өзінікін істетеді.